Барлықтарыңызға қайырлы күн. Балаларымыздың сүйікті асы болоньезе пиццасын дайындаймыз. Бұл пиццаның ерекшелігі соусында. Ал бірге жасап көріңіздер, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жақсылап барлығын араластырамыз. Үстіне бір қасық тұзымызды, бұршымызды салып, отымызды баяу отта 3-5 минуттай қайнататын боламыз. Енді болоньезе пиццамыздың салмасын дайындаймыз. Менде 2 кішкентай ғана пияз, соны ұсақтап турап алдым. Табағымызды газге қойып, үстіне фаршымызды саламыз. Шемішкі майдың құюдың қажеті жоқ, фаршымыз майлы болады. Суы тартылғанша қуыратын боламыз. Ұсақталған пиязымызды салып, жақсылап 3-5 минуттай қуырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды рулет тәріздес етіп созып, оны сеуіп, 2-ге теңдей бөлетін боламыз. Қамырымызды 2-ге бөліп, табағымызға салып, азғана шемішкі май жағып, тындырып 5 минутқа қоямыз. Фаршымыз әдемі болып қуырылып жатыр. Бағанағы соусымыздың үстіне 2 қасық соус құямыз. Әбден суы тартылғанша қуырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды жайып алатын боламыз. Мен қолмен жайдым, сіздер қолмен жаю ыңғайсыз болса, оқтаудың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Міне қамырымды жайып алдым. Мен моцарелла сырын мен дайындаймын. Сырымызды түркіден өткізіп алдық. Пицца қамырымыздың үстіне соусымызды жағып, мен молынан жақтым. Бір келкетіп, әдемі етіп жағып алсақ болады. Фаршымызды салып, бір келкі етіп, тегістеп жайып шығамыз.
сырымызды саламыз. Мен молынан салып шықтым. Сіздер де молынан салып шығыңыздар. Өте дәмді, созылмалы пицца болады. Әсел пешімізді жоғарғы температураға қойып қыздырып аламыз. 5-7 минут аралығында пісіп шығады. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Ас болсын. Сіздер де жасап төменге комментария